14-15 тамыз күндері Астанада әскери қызметшілер арасында қазақ күресінен тұңғыш рет әлем чемпионаты өтеді. Байрақты бәсекені халықаралық әскери спорт кеңесінің қолдауымен еліміздің туризм және спорт министрлігі, қорғаныс министрлігі және қазақ күресі қауымдастығы ұйымдастырылып отыр. Боз кілемде ел намысын қорғайтын спортшыларымыз қазір соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Ұлттық спортты ұлықтауға бағытталған жарыс елімізде тұңғыш рет өткізілмек. Оған әлемнің 30-дан аса елінен әскери салада қызмет етіп жүрген 200-ге жуық палуан қатысады. Қазақ күресі ассоциациясының бастауымен төрешілер қауымдастығы іріктеп, бізге ең мықты палуандарды іріктеп берді. Бүгінгі таңда біздің ерлер арасында 8 әскери қызметші, әйелдер арасында 8 әскери қызметші қыздарымыз қатысайын деп отыр. Барлығы 16 палуан сынға түседі. Байрақты бәсекеде Қазақстан қарулы күштері мен мемлекеттік күзет қызметінің құрамындағы ең мықты палуандар ел намысын қорғайтын болады. Чемпионат алдындағы оқу-жаттығу жиынының бірі Шымкентте өтті. Спортшылар 8 салмақта белдеседі. Дайындық өте қызу жүріп жатыр. Қазір 2 жұма нагрузка бердік. Енді келесі жұма тактикалық жұмыстар болады. Кілемде спортшылардың дайындығы өте жақсы. Ұл-қыздарымызға сеніміміз мол. Намысымызды қолдан бермей, алда көк туымызды желбіретуге спортшыларымыз әрқашан дайын. Чемпионат Кеңес одағының батыры қазақтың қаһарман қызы Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Жаһандық дода Астанадағы Қазақстан жеңіл атлетика кешенінде өтеді. Бүкіл елге өзіміздің ұлтым астанамызды көрсетіп, біріншіден, екіншіден қазақтың дәстүрлерін көрсеткімізге отыр. Қазақтың палуандары жаңағы ашылу салтанатында қазақ тарихын айтып өтеміз, қазақ күресін айтып өтеміз, дала батырлары туралы аңыз болады. Тұңғыш чемпионат төл спортымыздың қанат жаюына серпін бермек. Қазір халықаралық әскери спорт кеңесі қазақ күресін жыл сайын өтетін әлемдік әскери турнирлер бағдарламасына және 2027 жылы ақш-та өтетін дүниежүзілік әскери ойындардың қатарына енгізу мүмкіндігін қарастыруда. Гүлжан Көленқызы, Әлішер Әшімов, 24 KZ.